Баршаңызға сәлем. Бүгін тәтті, өте жұмсақ және мамық пончиктің рецептімен бөлісемін. Ұнға қант, ванильді қант, құрғақ ашытқы, тұз қосып араластырамыз. Содан кейін 2 жұмыртқа қосамыз, бірақ жұмыртқаның сарысымен қамыр өте жұмсақ болып шығады. Ерітілген сары май, жылы сүт қосамыз, сумен де алмастыруға болады. Енді қолға жабысқанын қойғанға дейін қамыр елейміз. Егер бәрібір жабысып тұрса, ұн қоссаңыз болады. Қамыр орташа қалыңдықта болуы керек. Қамырдың бетін жауып, 60-90 минутқа көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Қамыр 2 есеге ұлғаюы керек. Қамырды илеп 18 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын домалақтап аламыз. Он минутқа бетін жауып қоямыз. Дөңгелектелген қамырдың ортасын тесіп аламыз. Пончигіміз өте мамық болу үшін тағы да 20-30 минутқа жауып қоямыз. Қамыр неғұрлым көбірек тұрса, соғұрлым қамыр үлпілдек болып шығады. Өсімдік майын қыздырып алып, отты баяулатып, қамырды салып, ағаш таяқшаның көмегімен айналдыра отырып, аударып аламыз. Баяу отта 2 жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Артық майды кетіру үшін қағаз сүлгілерге дайын пончиктерді саламыз. Өте дәмді, үлпілдек, керемет жұмсақ пончиктеріміз дайын. Қалауларыңыз бойынша ыстық күйінде бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Не болмаса шоколадты ерітіп, пончиктерді бетіне батырып, бетіне қалаған дәндерді не болмаса посыпкаларды сепсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.